1 миллион ракағат нәпіл намаз, 1 ракағат парыз намазың орнын басылмайды. Кейбіреулер маған былай да сұрақ қояды да, Меккеде намаз оқысаң 1000 есе сауап. Мен осы Меккеге барып 2 ракат намаз оқып, 1000 есе сауап алып, қаза болған намаздардың бәрін жауып жіберсем бола ма дейді. Вот ушыл деймін да, оған ше қандай. Бәріміз сөйтейік те ондай болатын болса. Уағыздардан көп естіп алған ғой, енді айтамын құрметті жамағат, уағыз бен үкім екеуі бөлек нәрсе. Уағыздан ешқашан үкім алынбайды. Уағыздан естіген деген сол уағызды өзі қияс қылып үкім шығарып жатыр. Өзі шығарып жатыр. Өйткені уағыз көбінесе эмоциямен болады ғой. Ал үкімге ешқашан эмоция араласпайды. Қалай бар біздің конституцияда заң секілді. Болмайды ол. 1000 сауап ол бөлек. Ол сауап қаза болған намаздың орнын баспайды. Шәуәлді ұстасам 1 жылдық ораза ұстаған секілді боламын. Демек, баяғы қаза болып кеткен оразалардың орнын жабамын. Жаппайды. Шәуәлді 85 000 жыл ұстасаң да қаза болған не? Бір күндік оразаң. Біреу айтуы мүмкін, комментарий жазуы мүмкін астында. Сен құдайсың ба сонда деген секілді. Жоқ, құдай емеспін мен, бірақ құдайдың аятынан, пайғамбардың хадисінен ғалымдар не нәрсе дұрыс болады, қай кезде қалай болады, бәрін шығарып кеткен болды, қағидат. Соған сай келсе үкім туындайды. Парыздың орнына қанша нәрсе істейтін болсаң да орнын ол жаба алмайды, өтей алмайды.